Қайырлы күн, қыздар, жігіттер. Біз қазір бірге Асқар Сүлейменовтің атақты Бесатар повесін талдайтын боламыз. Жалпы бұл повесть көптеген оқушыларға қиынға соғады. Әр баспадан жеке-жеке талдау жасаймыз. Сондықтан сендерге барынша түсінікті болады деп ойлаймын. Егер назар аударып отыратын болсыңдар, онда ешқандай да қиындығы жоқ. Бесатар повесі бұл Асқар Сүлейменовтің ерекше стильде жазылған шығармаларының бірі. Бұл шығармаға негіз болған тарихи оқиға бұл 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыспен және де созақ көтерілісі. Бұл екі көтерілісті Асқар Сүлейменов өзінің шығармасында бір ғана күнге сыйғызады. Бұл шығарманың басты ерекшеліктерінің бірі. Жалпы Бесатар деген не? Бесатар деген сөзінің өзінің мағынасы мылтық деген мағынаны білдіреді, яғни мылтықтың бір түрі. Бұл шығарманың бұлай аталу себебі де бұл үлкен трагедияға байланысты, яғни мылтық ол әдетте жаудың, соғыстың бір аласапыранның белгісін білдіреді. Шығарма ішінде сондай бір аласапыран кезеңдегі тарихи кезеңді оқиға сөз болғандықтан да шығарма аты Бесатар деп аталады. Енді біз алдымен қазір Арман ПВ баспасындағы Бесатарға талдау жасаймыз. Арман ПВ баспасы өздерің білетіндей қысқа нұсқа түсінікті береді, барынша қысқартып береді шығарманы. Сондықтан қазір жалпы Бесатар повесі туралы мәліметтерге не бар бұнда, не жоқ, соған қанық боласыңдар. Сонымен Бесатар повесін ең алғаш болып мойындаған, ол туралы пікір білдірген жазушылардың бірі ол Ғабит Мүсірепов. Ол былай деп жазған екен дейді Қазақ әдебиеті газетіне. Кітап аты Бесатар, бесін авторы Асқар деген мақала жазады. Менің алдымда Сүлейменұлы Асқардың бесін атты кітабы жатыр. Соған кірген Бесатар атты повесі мені көптен қызықтырып жүр. Жас жазушының өзіндік бет алысын, болашақтағы өрісі мен өресін аңдағандай болам. Қызықтыратын да осынысы, не жайлы жазған емес, қалай жазғаны, қандай жазушының бой көрсеткені. Дей келе автордың 16-шы ұлт-азаттық қозғалыстың бір тәуліктің ішіне сыйғыза алғанына қайран қалып мақала жазған екен дейді Ғабит Мүсірепов. Сонымен бұл шығарма кейін танымал шығармалардың қатарына кіреді. Көптеген адамдар енді сондай ірі классиктің өзі Бесатар повесіне таң қалып, Асқардың талантына таң қалып, газетке мақала беріп отырғаннан кейін көпшілік қызығып бұл шығарманы оқи бастайды. Повесть, қайталап айтам, екі мына тарихи оқиғаның қосындысы, ерекшелігі бір күнге сыйдыра білген дедім. Және шығарма басы былай басталады. Біраз осы Түркістанда, Шымкентте үлкен аласапыранның болып жатқандығын сездірмек болып, қазір бұл далада Қазығұрттың бойында мылтық дауысы естіледі, оқ дауысы естіледі деген сөйлемдерден кейін абзацтың соңы Түркістанның босағасын келін болмай кесір боп 16 жылдың шілдесі аттады деп бастайды. Сөз басында автордың өзі айтқандай, повесть талайша опат болған 16 жылдаса көтеріліс оқиғасына арналғандай. 16 жылдың шілдесі аттады Түркістанның босағасын, бірақ келін болмай кесір болып. Мына сөзге назар аударыңдар. Яғни 16 жылдың шілдесі бұл халыққа өте ауыр кезең еді дейді. Өздерің білетіндей, 16 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс бұл 25 маусымда 16 жылдың Ақпатшаның қабылдаған шешіміне байланысты туындаған көтеріліс. 19 мен 43 жас аралығында ер азаматтарды қара жұмысқа аламыз деген жарлық шыққаннан кейін халық қарсы болып, жоқ, ер азаматтарымызды бермейміз деп үлкен 16 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс басталып кеткен көтеріліс. Сонымен бұл кезеңге арнап Бесатар жазылды. Оған дейін Жамбыл Жабаевтың Зілді бұйрық шығармасы бар, Кенен Әзірбаевтың Аттан деген шығармасы бар, Омар Шипиннің Амангелдінің Айбаты, сондай-ақ Сәт Есенбаевтың Ер Амангелді, Ахметбековтің Амангелді дастаны деген секілді шығармалары осы 16 жылғы тарихи оқиғаға арнап жазылған. Бұл шығарма Бесатар повесі мынандай бөлімдерден тұрады. Иноземцев 1916 жылы 7 июль, Крейгель, Сәруар Төлеген, Сәруар Крейгель, Сәруар Төлеген емес, Сәруар Төрехан. Қарала, Сәруар Төрехан, Мұқағали, Сәруар Крейгель, Сәруар Төрехан, Мұқағали, Иноземцев, Сәруар 1916 жыл 8 июль, бесін деген секілді тақырыптарға кіреді. Яғни 7 июль мен 8 июльдің арасындағы оқиғалар ғана сөз болады бұл шығармада. Негізгі кейіпкерлердің басынан өткен оқиға бірақ күндік оқиға баяндалып отырғандықтан Крейгель, Сәруар, Төрехан деген тақырыпшылар 2-3 рет қайталанады. Олардың арасындағы диалогтар, монологтар бұл шығармада беріледі. Енді күн көтеріле бастаған 4-5 адамның арасында болатын қақтығыс кеш
бата аяқталды. Бірақ сол аз уақытқа сыйғызылған кейіпкерлер басынан үлкен оқиғалар өтеді. Екі түрлі сипатта екі офицер, Крейгель мен Иноземцев екеуі де қазақшаға жүріп, екі түрлі сипатта екі көтеріліс басшылары Төрехан мен Крейгель, делдалдау, дүмшелеу оқыған жігіт Сәруар мен Мұқағали. Оқиға осы 5 адамды бірін-біріне қарсы қою арқылы өрбиді. Басқа жанама кейіпкерлер болғанмен, олар айрықша рөл атқармайды. Шығармада психологиялық диалог тәсілі басты орын алады. Көзқарастары екі түрлі адамның бір-бірімен сөз тартысы, ой қақтығысы, пікір қайшылығы терең психологиялық астармен жүргізіледі. Сонымен 10 шақты жазалаушы отрядпен Қазығұрт тауын жағалап келе жатқан Иноземцев кенеттен шыға келген қазақтардың қолына түседі. Қазақтарды жасыл шапанды ақ қалпақтылар деп суреттейді. Иноземцевтің дереу қаралат мінген аққұбашалға салаумағалейкум деп сәлем беріп қолын ұсынғанына қарап, қазақ тіліне жетік жөн-жосықты білетінін бірден көзге түседі. Иноземцев Петербургтегі оқуын тастап майданнан бастау қалап Ташкенттегі банкир әкесінің қолтығына тығылады. Арманы полиция бастығы болу. Шал оның сәлемін алмайды, қамшысының ұшын ғана ұстатады. Бұл шал Сәруардың әкесі Төрехан, яғни көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі. Крейгель офицер, тергеуші, ол Иноземцевті құтқаруға барғанмен кемпір шалдан басқа ешкімді таппайды. Ауыл адамдарымен бірге Иноземцевті Мұқағалиға тапсырып, оны тасалау жерге көшіріп жібереді. Офицер Төреханды алып кетеді. Қарала атты Крейгель мінеді. 21 жастағы Сәруар Крейгельдің қолына түседі. Сәруар Иноземцевті қайтарса, Крейгель әкесін қайтару керек, талабы осы болады. Крейгель орталықтан жазалаушы отрядты тосып отыр. Қалған жұрт не болмақ, Сәруар әкесін тәте деп атайды. Сәруарды тосқан Мұқағали Иноземцевті тақымынан суырып алып, қара уысын бүріп мытып жіберіп, жат деп тізесінен сыпырып тастайды. Жасыл шөпке құлаған Иноземцев бірақ тұяқ серіпкен жоқ дейді жазушы. Тұяқ серіппеу деген сөз жан тапсыру деген мағынаны білдіреді. Талыпта қалуы мүмкін. Мұны автор ашық айтпайды. Шығарма соңында әбден қиналған Сәруарды Мұқағали ауылына келген Крейгель жалпақ сарып көшіріне маузерін беріп Сәруарды ат деп бұйырады. Ол жылап, я не могу, ваше благородие дейді. Что не можешь дегенде, я живу на их земле деп жауап береді. Ыза болып маузерін жұлып алған Крейгель Сәруарды өз атады. Шығарма Төрехан мен Сәруардың қаза табуымен аяқталады дейді. Енді мен сендерге түсініп тұрмын, қазір бір оқығанда бұл басы бар аяғы жоқ, түсініксіз болып қалды. Сондықтан мен сендерге былай түсіндірейін, назар аударыңдар. Жалпы шығарманың атауы Бесатар дедік. Бұл жақта Бесатар неше түрлі бөлімдерден тұрады. Жаңа айттық, бөлімдер ол шығарма кейіпкерлерінің аттарына берілген екен. Крейгель, Иноземцев, келесі кейіпкер Төрехан, Сәруар, Мұқағали деген кейіпкерлер бар. Бұларға арналған бөлімдер бар, және Крейгель, Иноземцев, Крейгель, Төрехан, Крейгель, Сәруар деген сияқты бөлекте бөлімдер бар. Бастысы ол емес, түсініп алыңдар. Жалпы шығарма өтіп жатқан аймақ ол Қазығұрт тауының етегі, Түркістан аймағы, Шымкент. 7 июль мен 8 июльдің арасында оқиға сөз болып жатыр. Бірақ күн арасы. Бұл жерде Иноземцев деген кейіпкер оқиғаға себеп болатын. Иноземцев әкесі банкир, атақты. Мына Иноземцевтің өзі оқуынан босап қалады, және майданнан бастауғалау үшін Ресей соғысқа қатысқалы жатыр. Соғыс болғалы жатыр Ресейде. Иноземцев ол соғысқа жарамды. Енді соғысқа бірақ бармайды, қашады соғыстан. Сол үшін әкесінің қолтығына кетті қалады дейді. Әкесі алады да бұны Крейгельге қосып, досы Фольбаум арқылы қазақ даласына жібереді. Сөйтіп Иноземцев Крейгельдің жанына келеді. Бірақ қазақ даласына келген Иноземцев ойына келгенін жасап, енді байдың баласы, биліктегі адам баласы, әрі қазақтарды өзінен бір саты төмен санайды, қысқасы адам ретінде көрмейді. Сөйтіп Иноземцев көрінген ауылдарға барып, жанындағы адамдармен ол ауылдарды қырып жойып, ойына келгенін жасап бастайды. Сол уақытта оны Төрехан ұстап алады. Бұл Иноземцевтің қандай нәрсе бүлдіретіндігі Мұқағали мен Иноземцевтің арасындағы диалогта көрініс табады. Қазір енді қысқа нұсқа түсіндіру үшін оған тоқталмаймын. Біз толық жазушы баспасындағы, келесі жазушы баспасындағы нені салам, талдауды салам. Сол жерде нақтылап айтам. Қараңдар, енді Иноземцев сөйтіп қазақ ауылдарын үлкен қысастық жасатты, адамдарды ретсіз, адамдарды жөнді жосықсыз өлтіре бастады. Сол кезде Төрехан, бір ауылдың басшысы, ол ақсақал, сол Төрехан алады да Иноземцевті неге түсіреді, тұтқынға алады.
жасыл шапан ақ қалпақтылар иноземцті ұстап алды дейді. Бұл Төрехан адамдары, Төреханның өзі де бар. Сөйтіп иноземцті ұстап алып үңгірге жібереді, үңгірге қамап қояды. Содан Крейгель бұл хабарды естиді, иноземцевті қазақтардың ұстап алғандығын, енді оған иноземцевті міндетті түрде аман сау күйінде құтқарып алу керек. Себебі, егер иноземцевке бірдеңе болатын болса, онда Крейгель өзінің қызметінен түседі, бұрынғы күніне зар болып қалады қысқасы. Сондықтан иноземцевті жан жүріп іздейді Крейгель. Төреханнан келгендігін біледі, Төреханның ауылына барады да Төреханды тұтқынға алады. Бірақ Төрехан ол жерде иноземцевті үлгереді, Мұқағалиға тапсырып, Мұқағалидың қолына береді де, не істесең соны істе деп, жасыра тұр деп қолына беріп, сөйтіп үлгеріп Төрехан Крейгель келген кезде иноземцевті ұстатады. Сөйтіп Крейгель келеді де, иноземцевті таппайды, Төреханды еліне алып кетеді, тұтқынға алады. Төрехан тұтқынға түскеннен кейін оның артынан Сәруар барады. Сәруар деген Шымкентте оқып жүрген Төреханның ұлы, оқыған сауатты бала, бірақ сондай бір қазақ даласында у-шу ұрдың-дырдың болып жатыр дегенді естіген кезде қарап отырмай ауылына келеді. Ауылына келсе шынында да әкесін ұстап кеткен екен дейді. Сонымен әкемді құтқарамын деп Сәруар Крейгельге барады. Сонымен Крейгельде екі тұтқын болады. Біреуі Сәруар, екіншісі Төрехан. Екеуін де бірдей тұтқынға алып алады Крейгель. Сөйтіп қалайда енді иноземцевті аман қайтаруды көздейді. Сөйтіп тұрған кезде, бірақ өкінішке орай, Мұқағали мен иноземцевтің диалогы кезінде жаңа ғана біз нені оқып шықтық қой, қысқаша мазмұны сол кезде айтылды. Иноземцевті жаңағы мытып жерге жатқызған уақытында иноземцев тұяқ серіппеді дейді. Ол өлген болуы да мүмкін, ол қалып қалған болуы да мүмкін, әйтеуір иноземцевтің жағдайы жақсы емес. Сөйтіп Крейгель ақырында Төрехан мен Сәруарды өлтіруге шешім қабылдайды. Ол екеуінде Төреханды бірінші өлтіріп тастайды, одан кейін Сәруарды өлтірмек болады. Галаношкин деген кімнің, Крейгельдің жанында қызметшісі бар. Сол Галаношкинді Сәруарды ертіп Крейгель Қарала деген жылқыға мініп алып, Қарала деген Төреханның жылқысы. Сол Қаралаға Крейгель мінеді, Сәруар мен Галаношкин екеуін жалаң аяқ жүргізіп алысқа апарып екеуін өлтірмекші болады. Сөйтіп Галаношкинге жаңа мылтықты береді да, Крейгель айтады, Сәруарды ат дейді. Галаношкин бірақ атпайды. Бұл ерекше кейіпкер, себебі мен олардың жерінде тұрамын, елінде тұрамын, менің қолым бармайды деп сөйтіп қарсылық танытады. Сол кезде Крейгель алады да, өзі жаңағы маузерді жұлып алып, мылтықты жұлып алады да, Сәруарды атып түсіреді. Сосын оны атпаймын деп қасарысқан Галаношкинді атып тастайды. Сөйтіп екеуі де өледі. Шығарма сол Сәруардың, Галаношкиннің бәрінің өлімімен аяқталады. Осылай бас аяғы осы. Осыған дейін келген сұрақтардан ол шығармадағы қазақ тіліне жетік офицерлер кім деген сұрақ болды. Ол Крейгель мен иноземцев екеуі де қазақ тілін жақсы біледі. Крейгель өте жақсы біледі, мақалдатып сөйлейді. Иноземцев қазақша біледі, бірақ ол кішкене мақалдатып сөйлейтіндей деңгейде емес, бірақ түсінеді, сөйлей алады. Одан бөлек қандай сұрақ болды? Бұл шығарма қай кезеңде оқиғаға арналған? Жауап 1916 жылда азаттық қозғалысқа арналған шығарма. Оқиға бір күнде өтеді деп айттым. Қозғалысты қамтиды. Одан бөлек шығармадағы «Я живу их земле» деп жаңағы кімді атпай қоятын, Сәруарды атпай қоятын, адамгершілігі зор кейіпкер шығармадағы дейді. Жауабы Галаношкин болады. Және жалпы осылар осыған дейін сұралып келе жатқан сұрақтар. Енді осы жылы Бесатардың сұрақтар кішкене көбеюі мүмкін. Сондықтан келесі мен салатын бөлімге барынша назар аударыңдар. Бұл қысқа нұсқа білу жеткіліксіз. Бұл жетеді деп ойламаңдар. Міндетті түрде келесі ұзағырақ жаңағы толық нұсқа салынған баспадан оқуымыз керек. Ол жазушы баспасын таңдап қойдым мен. Ендеше сол талдауда жолыққанша.